Бейімбет Майлин, Шұғаның белгісі. Мен ауылға қайтқанда Әбдірахман Есімбектікінде қалып қойып еді. Менің артымнан іле-шала келіп, Беркімбайдың үйіне түсіпті. Қымыз ішкен адам ұйықтап қалған екем. Екінді әлетінде далаға шықсам, ауылдың сыртындағы белесте, ішінде Қажыбай ақсақал бар, бір талай адам сөйлесіп отыр екен. Мен де келдім. Әңгіме Әбдірахман турасында екен. Жақындап келгенімде-ақ, Әбдірахман өзі шынымен бұзылған ғой деген Қажыбай қарттың сампылдаған даусы құлағыма сап ете қалды. Өзі сөзшең адам, бірінен соң бірін тізбектетіп, не пар пәлені Әбдірахманның үстіне үйіп отыр. Оларды мұсылман деуге болмайды. Айтатыны ылғи Құдайға қарсылық сөз. Молдамен, қазіреттермен, ел бастаған басшылармен қас. Құдайдың барлығына шақ қылады. Байға мал жиып беріп отырған Құдай емес, өзіміз дейді. Құдай сақтасын. Шын болса, осы әлгі қазақты шоқындыратындардан көп ақша алған дейді ғой. Нәшәндікке тілмаш болмай, болысқа песір болмай, бала оқытуда сол аздыру ретімен болса керек. Шалдың сөзін онша ықыласпен тыңдай қойған адам көрінбейді. Жастар бір бөлек әзілдесіп отыр екен. Мен де соларға қосылдым. Бәріміздің ермегіміз кәрім болды. Биыл Есімбектікі Қарақұмды жайлап қалады деп еді. Кәрім үшін ақ келген шығар деді бір жігіт. Ай, сендер байқадыңдар ма? Кәрімді көрген соң Шұға біртүрлі құбылып кетті-ау деді қу жігіт. Бұл екі арада қыстыгүні Шұғаны сағынып, жүргендегі Кәрімнің шығарған өлеңі деп біреуі өлең айтты. Мінгенім астымдағы күрең дөнен, қашады таудан түлкі сүмеңдеген. Ойымда ұйықтасам барма менің, айрылып қалқам сенен жүрем деген. Жұрт ду күлді. Кәрім ашуланып кетіп қалды. Мен де тұрып Беркімбайдың үйіне бардым. Әбдірахман шынтақтап домбыра тартып жатыр екен. Жоғары шық деді. Әзілдесіп отырдық, көп ұзамай әңгіме Шұғаға көшті. Әбдірахманның ойын білу үшін мен Шұға қалай екен, көрдің бе дедім. Әбдірахман күлімсіреді. Көрейін деп барып едім, көре алмадым деді. Я, сен атыңды байлап жатқанда отаудың есігінің алдында тұр еді ғой. Сыртынан көрген бола ма, ауызба ауыз сөйлеспеген соң. Ендеше бүгін 6 бақан құрады, ауызба ауыз сөйлесем. Шын айтасың ба деп Есімбектің келіндерімен қалжыңдасып сұрағанымда, кешке 6 бақан құрамыз десіп еді деп анығын айттым. Батыреке, барайық деді. Замандастың тілін кім алмайды. Мен ертіп бармақ болдым. Сізден несін жасырайын деді жолдасым. Сізден несін жасырайын. Өздеріңнің бастарында да бар нәрсе ғой. Жастық не қылғызбайды. Уақытында бәрі қызық. Есімбектің 3 баласы үйленген, біреуі бойдақ еді. Ең кіші келіні Зайкүл, мына тама Қажаудың қызы еді. Заманында дүниені кешкен адам. Өзі де ажарлы, боз бала сүйетін қызыл шырайлы еді. Азырақ мінезінің жеңілдігі болмаса, ақылға да жақсы еді. Күйеуі Ыбырай, Есімбектің балаларының ішіндегі момыны. Үн жоқ, түн жоқ. Ертеңді кеш мал соңында жүреді де қояды. Күйеуінің қалпын оң жақта жүргенде-ақ сезіп, Зайкүл бұзыла бастаған. Өздерімен бір жамағайын Сейіт дегенмен көңіл қосып, шығамын деп жүргенінде елі сезіп қалып жібермеген. Ол кездегі болыс Құрман Есімбектің туған құдасы. Есімбектің жесірі кетсе, қыпшақпын деп қанға тарту жоқ. Құрман Жаппастың арын арлап тұрған, болыстың ызғарының күштілігінен Қажау қабыл құбыл Есімбекке хабар тигізіп, аман есенінде қолына берген. Зайкүл ұзатылып келген соң көпке шейін кетемін деп жүрді, бірақ кете алмады. Айтқан сөзінен табылып, көңілдегі мүддесін орнына келтіретін жігіт сирек қой. Шынында Зайкүлге тең жігіт табылмады. Сізден несін жасырайын?
Ертеңді кеш үйінен шықпаған соң, мен Есімбектің үйінің бір адамы құсап кеттім. Жүріс-тұрысында ешбір ерсілік болмады. Ақырында Зайкүлмен жақындасып, көңіл қостым. Бойдақ кезім ғой, ол тиемін деді, мен аламын дедім. Бұл сөз алғашқы кезде бір-бірімізді жақындастыруға дәнекер есебінде болды. Шынына қалғанда, екеумізде де ойнап күлгеннен басқа ескі сөзді уәдені қозғайтын ой жоқ еді. Ойдың болуы да мүмкін емес. Есімбек бай, мен кедей. Келінін тартып алсам, ертеңгі күні шаңымды аспанға шығарады. Кедейлік не қылмады. Зайгүл сөзшең қатын еді. Кей кездерде мені қалжыңдап өлең айтады. Қасымжан, серт байласқан сен емес пең, ұстаған етегіңнен мен емес пем. Болса да не қиындық баста тартпас, жүретін қол ұстасып тең емес пем. Мен өлең шығара алмаймын. Ауылда Төкей дейтін барды. Өзімнің өлеңім қылып, соған өлең шығартып алдым. Деген соң сұлу Зайкүл, айтуға сымбатыңды жетпейді тіл. Басымды таумен тасқа ұрсамдағы, ешбір іс ретіне келмей-ақ жүр. Уәй дариғай, талай қызықтар бастан өткен екен-ау. Ас су ішіп, Әбдірахман екеуміз үйден шыққанда, елдің алды жата бастап еді. Түн тастай қараңғы. Аяңдап келе жатырмыз. Есімбектің ауылының сырты ызы шу, қым-қуыт. Әбдірахман жылдамдай басып менің алдымда орай береді. Біртіндеп жақындаған сайын асыр салып ойнаған балалардың, әзілдесіп ойнап күлген қыз қатындардың дауыстары айқындала береді. Әлде кімнің арт жағымыздан сыңқылдап күлген дауысы естілгендей болды. Әбдірахманды иығынан тартып тоқтатып, күтуге айналдық. Қараңдаған 2-3 адамның бойы көрінді. Қойшы қарағым, әурелемеші. Біреу дауыстаңқырап. Қалқажан, әу, менің манаға айтқаным бола ма? Қыз күлді. Жарар, болады. Жақындап қалды, дауыс таныс. Айнабайдың қызы. Ауылы Есімбек пен біздің ауылымыздың орталығында 10 шақты үйлі керей. Біз ауылының тұсынан өткенде қатындардың да дабырлап жүргендері білініп еді. Күлзипа келеді деп күлдім. Әбдірахманның Күлзипа десең шама. Ағайын арасында аз үйлі керей болғанмен, Айнабай деген бірді бірге соғып, екі елдің арасына от салып тұтандырып жүретін бір қызыл көзді бәле. Ел ішінде Айнабайдың істемеген бұзықтығы жоқ. Анау-мынау адамдар өзінен сескенетіндей еді. Қызы Күлзипа сонда 17 шамасында шығар деймін. Орта бойлы, қара сұрлау, тік қабақ, сұстаныңқырап тұратын адам еді. Айнабай өзі де кедей, уақытында күйеуге беріп, соңғы кезде шел бітіп тәуірленген соң айырғысы келетін. Ел ішінде көзге түсетін жігіт ол кезде Әбдірахман. Айнабай өзі ат арқасына мініп жүрген соң, қызын тәуір жігітке бергісі келіп, Әбдірахманнан үміттенген. Әбдірахманның жайына қараймын ғой, азын-аулақ мал берсе, үйлесер едік деп айтадымыз деген сөз қашып жүрді. Жеңіл ауыз қатындар Әбдірахман ауылына келсе, күйеуі деп мазасын алады. Жалпы жұрт Күлзипаны Әбдірахман қайтсе де алады деп, өздерінше сөзді біткенге есептейді. Сол жылы қыс Әбдірахманның әкесі шөп іздеп жүріп Айнабайдың үйіне келсе, Айнабайдың қатыны қос қазыны бұзбастан салып, етпен сыйлап, ақысыз пұлсыз бір шана шөп беріп жібереді. Айнабайдың қызының ержеткендігіне және дәулетіне қызығып, Әбдірахманның әкесі құда болуға өте құмарланады. Бірақ Әбдірахман ұнатпайды. Тіпті сүймеймін, сүймеген адамды не қып аламын дейді. Әбдірахманның бұл сырын заман құрбысынан басқа ешкім сезбейтіндей еді. Әлде қалай бір жерде кездесе қалса, Күлзипа ұялып қызарып, Тәңірге жазады да қалады. Күлзипа екенін білген соң,
Әбдірахман жүруге ыңғайланса да мен жібермедім. Қалжыңдасып барғанды жақсы көрдім. Дабырласып сөйлескен күйлермен бізге төніп келді де бір келіншек: «Ибай көтек, мал десек адам екен ғой» деді. Одағайлап шеттей бастады. «Мажанбикемісің, бері кел» дедім. «Мұнысы кім ей? Мені таниды ғой». «Бар, кім екен?» деді Күлзипа. Әбдірахман жүре берді. Мен олардың жанына бардым. «Анауың кім?» десті. Әбдірахман: «Күйеу екен ғой, бізден неге қашты?» деп Мажанбике күле сөйледі. Күлзипа тәлімсіп жеңгесінің құлағына сыбырлап, сыңқылдап күлісті. Аяңдай басып Әбдірахманның артынан жеттік. Бізбен жұмысы жоқ, есі дерті Алтыбақанда. Амансыздар ма дегеннен басқа еш нәрсе айтпады. Күлзипа сызылып жеңгесінің артына таман жүріп отырды. Алтыбақанға жақындадық. Сөйлеген сөз, ойнаған ойын, қараңдаған адам бәрі де анық көріне бастады. Нақ біздің келуімізді күткендей, екі қыз арқанға асылып ырғалып ән салды. «Шұға құдашаларың ән бастады» деді Мажанбике. Нақ сол минутта шыққан ән шынында Шұғадан басқаға лайықты емес еді. Сондағы айтқан өлеңі әлі құлағымда. «Не мұңдық бұл дүниеде, қыздар мұңдық, атадан болып мұңдық неге тудық? Атадан мұңдық болып тумас едік, бұрынғы ата-баба жолын қудық». Жас кездегінің бәрі қызық қой. Әсіресе сол Әбдірахманмен бірге ойында болған түн менің әлгі күнге есімнен қалмайды. Бір түрлі көз алдымда елестейді де тұрады. Біз келгенде ойын жаңа басталған екен. Шұғалар өлеңдерін тоқтатып, арқаннан түсіп, жай әзілмен көп уақыт отырдық. Домбыра алдырып, Әбдірахман ән салды. Бейшара жігіт еді ғой. Ондай ойындарда бір түрлі ұстайтын арқасы бар еді. Өлеңді түйдектетіп үзбестен соқты. Жұрттың бәрі Әбдірахманның аузына қарады. Жатып қалған бірен-саран кемпірлер шапандарын жамылып келіп өлең тыңдасты. Ойын күлкінің қызығымен таң атқанын да білмей қалдық. Жұрт біртіндеп ыдырай бастады. Мажанбике маған жақындаңқырап сыбырлап: «Қайтпайсыңдар ма?» деді. «Жүр Қалқажан» деп Күлзипаны ертіп, о да жөнелді. Уақ түйек балалар, Шұғаның жеңгесінен басқаның бәрі кетіп бітуге айналды. Шұға жай сөйлескені болмаса, Әбдірахманмен онша ежіл қозыл бола алмады. Мен Зайкүлмен сөйлесіп, Әбдірахманның Шұғаға ынтықтығын айттым. «Қайдан білейін? Оқыған жігіт қой. Оқығандығына қызықпаса, бұрын мұның әкесіне жігіттерге де барған жоқ еді. Мен қолымнан келгенін аямаймын» деп күлді. «Жеңеше, қайтпаймыз ба?» деді Шұға. «Неге асықтыңыз?» деп Әбдірахман жанына жақындады. Біз қашығырақ отыр едік. Күбірлесіп сөйлесті. Оқтасанда Әбдірахманның жас жүрек деген дауысы естілді. Әлдене уақытта Әбдірахман: «Қош болыңыз» деді. Жалт қарасам, Шұға үйіне кетіп бара жатыр екен. «Тентек жанау, мені тастап бара жатырсың ба?» деп Зайкүл де тұра жөнелді. Жалғасы келесі бөлімде. Канал ұнаса лайк басып пікір жаза отырыңыздар.